%49%ке өсу үшін оның радиусын қанша процентке үлкейту керек дейді. Дөңгелектің ауданы 14,49%ке өсіру керек. 14,49%ке өсіру керек. Сонда радиусын қаншаға өсіру керек деп сұрады. Дөңгелектің ауданының формуласы πr квадрат. Енді πr квадратқа қосуымыз керек 14,49 пайызымыз πr квадраттың процентін қосуымыз. Процентті ондық бөлшекпен жазайық. Процент ондық бөлшекпен жазсақ, 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлсек 0,10,1449 болады. Енді мына жерде мынаны ықшамдаймыз. Екеуін πr квадрат жақшаны сыртына шығарсақ, 1,10,1449 πr квадрат болады. Бұл қазір 14,49%ке арттырғандағы дөңгелектің ауданы болып тұр. Бұл дөңгелектің ауданын πr1 квадрат деп белгілеп қоямыз. Енді r1 мен r2 арасындағы байланысты табамыз. Мына жерде 1,10,1449 бөлінген πr квадратты төмендірейік. Мына 1,10,1449 ол 1,107 квадраты. Енді r-дің жанына біріктіреміз. Сонда бұл тең болады π 1,107 r-дің квадраты. Бұл π r-дің квадратына тең болады деп аламыз. Сонда r1-іміз тең болады 1,107 r-ге. Радиусты 1,107-ге көбейтуіміз керек екен. 1,107-ге көбейту дегеніміз 7%-ке арттыру деген. 1,107-ні процентпен жазатын болсақ, 107% болады. Сонда 7%-ке арттыру керек. Жауабы 7%.